Ya seni men ko'rib turman qo'y, ishingga ketmasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmi. Ne istedin? Kaç yerde istedin bu kadar onday mesela? Kaç yerde istedin? Ne zaman istedin onda sen? Қазіргі кезде егер байқасаңыздар, сол жын тию, сиқыр, бақсылық деген көбейіп кетті. Байқадыңыздар ма өзі? Бұрын мен или оны бала болып көңіл бөлмедік па, ондай қатты көп емес сияқты еді. Қазір енді ең молдалардың ішінде өтімді мамандықтардың біреу жын оқитын мамандық. Керемет өтімді мамандық енді. Бірақ енді бауырлар осы мәселені сондай бір үлкен маңызды істеп, ондай нәрсеге айналдырудың қажет жоқ. Бірақ иә, рас, біздің осы көп Қазақстанда сондай адамдар белгілі бір аурулармен ауырады. Оларға себеп болатын істер, жаңа манағы айтқан бақсы балгерлерінің айтқандай бір шеті бар, оны әруақ қысып жатыр дейтін. Әруақ деген мағынасының біреуі ол жын. Бір мағынасы. Жын өйткені оның сіз өзіңіз айтып отырсыз әулетінде жаңағы сондай нәрсе болған. Біреуі бақсы не балгер сондай болған деп. Ондай бақсы балгерлер кезінде өзінің бақсылығын жасау үшін жай ғана бір 4-5 жыннан 1 миллион жынға шейін ұстайды қолында. Кәдімгі. Ол жындар ана өліп қалғаннан кейін далаға тарқап кетпейді ғой. Ұрпақ қуалайтындығы да бар олардың. Сол үшін ол сондай бақсы балгерліктің тек қана өзінің иманына, өзінің өміріне ғана зиян емес, ол бүкіл ұрпағын қуалатып жібереді соның бәрін. Ұлдары, қыздары ұрпақсыз кетеді біреулерінде. Ұрпақсыз болады, мүлде. Біреулері мүлде үйленбей кетеді. Солғы үйленбейді. Неге үйленетін, үйленбейтін өзі де білмейді. Ол маған сиқыр қойған, басқа қойған дейді, оны 1.027 оқысаңыз да ол болмайды ол. Одан бөлек, мысалы, манағындай жоғарда айтқанымыздай, біреуін қысып, жаңағы соны ұста дейді. Ол ұстағандарында көрдік. Ұстағандарында көрдік, мысалы, оны ұстап, сонымен бір әдем болып кетпейді. Оны ұстағандар екі жолдың біреуі болады. Біреуі ол қайта ауру кейінірек қайтадан қозайды. Біраз уақыт кішкентай тоқтайды да қайтадан қозғап, ол адам сол күйіне қайтады. Немесе ол адам қазіргі мынау айтып жүрген жердегідей, кейбір жерлерде мен пәленше атамын, пәленше анамын, мен мәдімін, мен пайғамбармын, мен шәдімін, мен төремін, өзіне ат қойып алып, айниды. Бұның барлығы жындардың белгісі. Оны оқитын үлкен маман тапсаңыз, оқытыңыз. Ондай маман болмаса, барынша сабырлық қылып ұстайсыз. Қазақта айтады, әкең жынды болса байлап бақ дейді. Енді оны бір мынау оқып береді деп бәлен деп айта алмасам, ол пейнет ол. Оны жай ғана әшейін құлқуалан үш қайырып қайыра алмайсыз. Оны мынандай деп айтам, оны арнай маман адам отырады. Оны оқығанда оның тамырларын соғысын байқайды. Қай жерінде отырғанын байқайды, сыртында жүрма, ішінде жүрма, ұсталына ма, ұсталынбай ма, ол не үшін келгендігі басқасы, оның себептері, ол кете ала ма, кете алмай ма, оған өзінің жыны араласқан ба, жоқ, басқа жын сырттан келді ма, сиқыр ма, жын ба, көз ба, оның түрі көп. Соған қарай маман өзінің оқитынын оқиды, істейтін әрекетін істейді, оның өзі де бір Алладан шипа. Соның бәрін істесе де, сол үшін сол оны қысып атқан нәрсе жын.